Біздің өңірдегі білім саласына қатысты арасы 1-2 жылдың ішінде бірнеше жағымсыз жаңалық жарияланды. Адам шығынына алып келген оқиғалар орын алды. Басқарма басшысы қатаң сөгіс те алған болады. Десе де, неге әлі орнында отыр деген сауал туындады. Алашорда ақпарат агенттігіндегі әріптесімізден. Білім басқармасын енді оны бір жақты қарауға Серік мырза болмайды деп есептеймін. Оның басқа да осы білім саласын дамытуға жасап жатқан еңбектерін барлығын қарауымыз керек. Ол азамат бұған дейінде осы білім саласында қызмет жасаған азамат, қалада білім бөлімін басқарған, мектепте басшы болған, ауданның да әкімі болды. Одан бөлек бірнеше жерде басқармаларды басқарды. Бізде осы жерде қала әкімінің орынбасары болды. Көп жауапты қызметтерде болған тәжірибелі біздің әріптестеріміздің бірі. Енді осындай 1-2 кемшілік алды деп біз әр басқарманың басшысын босата беретін болсақ, burada адам қалмайды ғой. Біз қатаң сөгіс бердік. Шынында да екінші рет орын алған кезде жағдай қызметке сәйкес еместігінде бердік. Қазір сол шаралар ол кісіде тұр көрулі. Енді алдағы уақытта біз байқап көреміз, жұмыс дұрысталатын болса, нәтиже болатын болса, ары қарай әріптесімізбен бірге жұмыс жасаймыз. Ал енді осындай келеңсіз оқиғалар тағы да алдағы уақытта орын ала беретін болса, онда тиісті шешімдер қабылданатын болады міндетті түрде.